былтырғы құйған үйлеріңіздің крышасына су ағып отыр. Білесіз бе ол туралы ақпаратты? Көп кісілердің жасаған ремонттары бөлініп, зардап шегіп отыр. Гарантийный срок болады, жаңағы істеген адам кім істеді? Олар үйдің ремонтын жасап бере ме олар? Үйдің ремонтын емес, үстін жасап береді. Жоқ, мысалы солардың кесірінен сотқа жүгіну керек ол. Сонда қалай әкімшілік қайда қарайды? Тәртіп солай, сотқа жүгінеді. Сосын сот арқылы ол қанша ущерб бар, оны жайдың жай. Міне ойбай, мына кісіге істеп бер деп айтпайды ғой. Жоқ, әкімшілік мысалы, жоқ қараңызшы, әкімшілік үйдің крышасын істетіп береді, мердігерлерге ақша бөліп. Ол мердігерлер сапасыз жұмыс істейді. Сосын ол үйлердің жаңағы төбесіне су ағады да, үйдің ішіндегі ремонтқа зақым келеді. Қаншама мысалы миллиондарға. Гарантийный срок болады, Нұрбол тағы да айтады. Енді сол әкімшіліктің салғырт қабылдап алған жұмысына қалай сонда ол үй тұрғындары сотқа береді? Заказчик кім? Акимат. Гарантийный срок. Жоқ, заказчик кім? Акимат емес пе? Жұмысты кім істеді? Акимат? Кім істеді? Тапсырма берген кім? Подрядная организация. Тапсырма берген кім? Гарантийный срок болады, сол гарантийный срок бойынша анықталған ақауларды келтіру керек болады. Жоқ, қараңызшы, мысалы ол тапсырманы берген кім? Әкімшілік қой, дұрыс па? Ақша бөлінген әкімшілік, қабылдап алған әкімшілік. Неге үй тұрғындары оны сотқа беру керек сонда? Жоқ, сотқа беру керек болған ішін айтады. Дұрыс қой, солардың салғырт жұмысынан үйдің ішіне зақым келді ғой. Қанша зақым келді, соның бәрін устанавливать. Оценщик болады, соның бәрін жұмыс өзі тәртібімен істелінеді. Оценщиктер сол акимат па, ұйымдастырады? Оценщик акимат емес, независимый оценщиктер. Жоқ, мысалы қараңызшы, жаңа футбольный поле былтыр салған детский алаң ше, мысалы балалардың детский алаңы, жаңа футбольный полясы былтыр салған, биыл быт-шыт болды. Оны да сонда халық сотқа беру керек па? Ол да әкімшілік тура солай жұмыс. Дұрыс қой, енді оның да гарантиясы бар. Сіз біреудің жұмыс істегенін неге акиматқа перекладывать етесіз оны? Мысалы, мердігер істеді, мердігерді жауап беру керек қой, солай ма? Мердігерді кім бақылайды? Мердігер. Акимат па, халық па? Сіздер де бақыламайсыздар ма? Сіз как общественный деятель неге қарамайсыздар сіздер? Қарап айтып отырған жоқпын ба? Мен неше жыл айтып жүргенде? Мен неше жыл айтып жүргенде қарсы? Жоқ, дұрыс қой, мен былтырдан бері айтып жүрмін. Бір жыл ма гарантийный срок бұл. Қай жер ақау болып, сол жерді қалпына келтіру керек. Маған ренішіңіз бар ма? Жоқ, ренішім жоқ. Точно? Точно. Жақсы, рахмет.